Өкшеңі жарылып ауырсыну мен жайсыздық беріп жүрме. Өкше жарылуы жай ғана әдемілікке зиян емес. Бұл теріге салмақ түсіп жарыла бастауы, терінің құрғауы, дәрумен жетіспеуі немесе күтімнің болмауы салдарынан туатын жағымсыз мәселе. Жарылған өкше ауыртады, қанап, инфекция түсіруі мүмкін. Бірақ үй жағдайында табиғи әрі тиімді әдістермен оны жеңілдетуге болады. Ең алдымен аяқты жұмсартудан бастаймыз. Легенге жылы су құйып, оған 2 ас қасық теңіз тұзы немесе жай тұз қосыңыз. Оған 3-5 тамшы шай ағашы майын тамызыңыз. Бұл табиғи антисептик теріні жұмсартады, микробтарды жояды. Аяқты сол суға 15-20 минут батырып отырыңыз. Сосын өкшені пемзамен немесе жұмсақ щеткамен сүртіп, өлі теріден тазалап алыңыз. Келесі қадам емді қоспа жағу. Ол үшін 1 шай қасық тіс пастасы, 1 шай қасық лимон шырыны, 1 түйір картоп алып теркадан өткізіп суын сығып алып, араластырып біртекті қоспа жасаңыз. Бұл қоспаны өкшеге жағып полиэтиленмен ораңыз. Мақташұлық киіп 30 минутқа қалдырыңыз. Соңында жылы сумен жуып құрғатыңыз. Енді ең маңызды кезең жараны қалпына келтіретін май жағу. Бұл үшін метилурацил мазы өте жақсы көмектеседі. Ол теріні жасушалық деңгейде қайта қалпына келтіретін, қабынуды басатын, тіннің қайта өсуін тездететін медициналық жақпа май. Қоспадан кейін немесе түнге қарай метилурацил майын таза өкшеге жұқалап жағыңыз. Және шұлық киіп ұйықтаңыз. Бұл әдісті аптасына 2-3 рет қайталаңыз. Нәтижесі жұмсақ, таза, сау өкше. Күніне кем дегенде 6-8 стакан су ішіңіз. Ең бастысы тұрақты күтім мен мейірім. Сіздің аяғыңыз, сіздің тірегіңіз. Оны қорғай білейік.